Жастарды жұмыспен қамтимыз деген хабарландыруды естіген жандар бірден құжат тапсыруға асқан. Мамандардың айтуынша бірер күннің ішінде 400-ге жуық шымкенттік жас жұмыс істеуге өтінім берген. Мәселен, Салтанат Айманова да екі қолға бір күрек іздей келіпті. 15 жастағы 11 сынып оқушысы кез келген жұмысты істеуге ниетті. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік деп отыр. Яғни мен осы жерге жұмыс бойынша келдім. Қазіргі кезде біздің еліміз осы 14 жасқа толған қыздарды, ұлдарды жұмыспен қамтамасыз етіп жатыр. Яғни бізге бұл өте ыңғайлы, себебі басқа жұмыстардан қарағанда бұл біз үшін өте тиімді жол деп ойлаймын. Мен бүгін өзімді осы жұмыстарға ұсынуға келдім. Яғни алдағы уақыттарда келетін боламын. Мен үшін жақсы жұмыс табылады деген ойдамын. Бағдарлама 1 маусымнан 31 тамыз аралығында жүзеге асырылады. Жасөспірімдер мемлекеттік мекемелер мен кәсіпкерлік құрылымдарында қоғамдық көмекші ретінде еңбек етеді. Бағдарламаға қатысу үшін ата-аналардан жазбаша рұқсат алынады, ал жолдамалар тіркелген тұрғылықты мекен жайы бойынша аудандық орталықтарға жолданады. Оқушылардың жұмыс оқу кестесіне зияны келмейтін, денсаулығына зиян келмейтін, ауыр көтеру жұмыстар емес, көмекші ретінде жұмыстар беріледі. Олардың айлықтары ең бізде кіші зарплатамыз 85 мен 90 мыңның арасында сол жобада болады айлықтары. Ол балдардың егерде балдардың мүгедектігі ерекше жандығы несі болатын болса, өздерінің бізде справкасында болады, көк қағаздардың жұмысқа жарамды деген. Қалған жұмысқа жарамды адам барлығын студенттерді, оқушылар жұмысқа жібере аламыз. Шектеу болмаса, денсаулығында шектеу болмаса жібере аламыз. Жауапты мамандардың айтуынша, әзірге жастарға арналған 250-ге жуық жұмыс орындары бар. Алдағы уақытта олардың санын арттырамыз деп отыр. Өйткені жұмыс істеуге ниетті жасөспірімдердің саны басым. Айта кетейік, биыл жалпы 1000 адамды қоғамдық жұмыспен қамту жоспарланған. Нұргүл Жолымбетова, Жабраил Касимов, Джессика Мор, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.